Сәлем көрермен. Әр шығарылымның сізге ұнайтын пайдалы мағлұматын жинау, таудақтарып дарадай алтын тапқандай, теңізді сапырып теңгедей маржан алғандай екені оқырман өзіңізге белгілі. Ендеше еңбегімді еш қылмай, арнама тіркеліп, өз ойыңызды қалдырып кетіңіз. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Қазір сәукелені кім болса сол киеді. Сәукеле қалыңдықтың желекті бас киімі. Оның бір бойында қаншама өмірлік қағида, философия жатыр десеңші. Оның қаз табандатып келген ұсақ ойы өмірге жаңа келген жас сәбиді. Оның қаз басқанын бейнелесе, көтеріле бере небір әшекей оюлармен безендіріліп, тағымдар тағылар тұсы бойына әсемдігі мен қайратын, бұла күшін жиған жастық емес пе? Ал ортадан аса ою азаяды. Бұл жастық базары тарқаған әшекей, әсіреден гөрі ой тоқтатқан байыптылық. Орта жас болса, оюсыз жіңішкереп келген тұсы, тұрғыласың болмаса тойға барып қайтесің дегендей қатарластар азайып, шеңбер тарлы, ақылмен таразылайтын, көбіне ойыңмен жалғыз қалып, уақытқа да, жастыққа да, қарттықтың көңілмен қарайтын кез. Соңғы үкі тағылар ұшар басы, жанның тәннен бөлініп, фәниден бақиға ұшар сәті. Ал қалыңдықтың бетін жапқан желегі болса, жас келінді жаңа жұртымен танысқанда, жаңа өмірге, жаңа кейіпте дүниеге келгенді бейнелетін қасиетті дүние. Ал қазір сахнада кішкентай қызға да сәукеле кигізіп қояды. Сәукеле ұзатылар қыздың ең бір мәнді, ерекшеленетін киімі. Ертеде нағыз үлгілі, салтанатты сәукеле жасату екінің бірінің қолынан келмеген. Ол қыруар қаражатты, мал-мүлікті қажет ететін болған. Аса бай адамдардың қыздарына жасатқан сәукелелеріне үйір-үйір жылқы жұмсалған. Сондай сәукеле киіп ұзатылған қыз өнерлі әрі келген жеріне қадірлі. Құдалар бір-бірімен өте қимас болса, бірінші бөпесін туғанға дейін кигенде, кейін сәукеле келіннің қайынсіңлісіне деп арналып, қыз жасауының қасына қойылған. Ал бірінші бала туғаннан соң жас келінге басқа жаулық салынған. Ол өте биік, жиегі оюланған, әдептеліп, оқа тұтылып, асыл ақық, жақұт, алтын молынан тағылған. Жаулық үсті шашақталатын болған. Келін шаруасына еңгейгеннің өзінде күлтеленген шашақ аса әсем көрінген. Ал 2-3 бала туғаннан соң жаулықтың тағымдары азайып, биіктігі сәл аласарып, күлтелі шашақтың ұзындығы қысқарады. Одан үлкейген кезде тағым тағылмайды, тек жиегі оқаланады. Күлтелі шашақ аса салтанат кезінде болмаса, күнделікті өмірде қолданылмайды. Соңғысы бұл салиқалы бәйбішелер киетін, бұрынғылардың бәрінен аласа, дегенмен біршама биік, еш өрнегі жоқ, төменгі және жоғарғы жаулықтардан тұрады. Жаулықтың барлық түрлері ақ түсті болуының өзі әйелдің өңін ашып, көріктендіріп және кіршіксіз таза жүруге баулыған. Бастарына киген үкілі тақия, құндыз бөріктегі тағымдарына, қыз аяғын ақырын басқан сайын ерке ескен самалға желбіреген үкісі сән беріп, өн бойында тағымдары сылдыраған қыз баланың, жас келіннің келе жатқандығы алыстан білінетін. Ауылдың үлкендері, қызым, келінім келеді деп бойын тартатын. Осылайша қыз бойындағы тағымының өзі ақ әдепке тәрбиелейтін еді. Мағжан ақынға сылдыр, 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 жүйкемді құрттың құрғыр, деп жыр жазғызған қайран әдемілік, қайран әсемдік.